Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін грыжаны үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Грыжа кез келген жаста пайда болады. Оны қарапайым тілмен еттің қысылуы дейміз. Грыжа пайда болғанда түрлі аурумен белгі береді. Бірінің қолы, аяғы немесе бел ауырады. Қолын қимылдата алмай, жүре алмай, тіпті жатудың өзі қиындайды. Егер қысылған ет шіри бастаса, қауіпті жағдайға келуі мүмкін. Сондықтан дертті асқындырмай, дер кезінде ем жасау керек. Алдымен грыжаның бар жоғын анықтап алыңыз. Егер ота жасату қажет болмаса, халық әдісімен дертіңізге дауа табуға болады. Қырлышөп тұнбасы. 2 аз қасық кептірілген қырлышөпті 2 стакан сүтке салып, отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққан соң отын бәсеңдетіңіз. Баяу отта 7 минут қайнаған соң оттан аласыз. Ыдыстың бетін жауып тұндырып қойыңыз. Тура 1 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 2 аз қасықтан күніне 3-4 рет ішіңіз. Қырлышөп жүрек тамырларының атеросклерозына, ми ауруларына, жүректің ишемиялық ауруларына, инфаркт, қант диабет ауруларына керемет ем болады. Және де ең оңай тәсілі ол камфора майы. Грыжаға камфора майын жағып, бетіне қарағай шайырын жабыстырып қойыңыз. Сыртынан жылы орап, 15-20 минуттай жатыңыз. Ал кішкентай нәрестелердегі грыжаны да камфора майымен емдеуге болады. Ол үшін ауырған тұсқа сағат тілімен жұқа етіп майды жағасыз. 3-5 минуттай баяу қимылмен массаж жасайсыз. Қалақай. Балғын қалақай жапырағын жақсылап ұнтақтап алыңыз. Оған қаймақ қосып араластырыңыз. Дайын болған қоймалжыңды грыжаға жағып, бетіне 40 қабат жапырағын жабыстырып қойыңыз. Емді түнде жатар кезде жасаған жөн. Сонымен қатар емен де өз кезеңінде көмек бере алады. 1 стакан суға 1 аз қасық 4% сірке суын араластырып, грыжаны сүртесіз. Сосын емен тұнбасын жылы күйінде жағып, 20-30 минут жатыңыз. Бұл ем грыжаны түбегейлі емдемесе де, үлкеюіне жол бермейді. Еменнің жаңғағын, қабығын және жапырағын жақсылап сүртіңіз. Оны 1 литрлік банкының 3/2 бөлігіне салыңыз. Үстіне толтырып қызыл шарап құйып, күн түспейтін қараңғы бөлмеге қойыңыз. Тура 21 күннен соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, грыжаға компресс жасайсыз. Сыртынан жылы орап қоюды ұмытпаңыз. Сонымен қатар ескертулер де бар. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігерге кеңесіп алыңыз. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.